Армысыздар. Қазақта қасиетті қасіретке айналдырма дейді. Ол жеке өмірге де байланысты, жалпы елімізге де қатысты. Қараңыз, неше қазір қасиет қабыл алып жатқан жандар бар. Түгел 100%-да өз еркімен келген жоқ осы жолға. Бәрі де аруақ қысқаннан кейін келіпті. Бұдан қашатын көбінесе, мен ол жолды көтере алмаймын, ол маған керек емес деп қашады бәрі. Бірақ аруақтар жол байлап тастайды. Мысалы, үйлендірмейді, бала бермейді, түрлі жұмыста түрлі кедергі бола береді. Дәл солай елімізде өз қасиетімізден бас тартып арабтарға көне бастадық, орыстарға, Европаға жалпы қасиет деген шизофрения, суеверие деп, немесе жын шайтан деп. Енді былай, өзіңде жеке басың қасиет қабыл алмасаң, елімізде қасиетімізден бас тартса құримыз.